Достар, бәріне сәлем, сіздермен желіден Нұралы крипто, және де біз бүгін менің осы аптада ашқан трейдтарымның разборын, яғни шолуын қарайтын боламыз. Так, осы аптада менде 12 трейд ашылды, және де 12 трейдтің нәтижесін өздеріңіз көріп отырсыздар. Және де осы трейдтарды шолу жасайық, кеттік. Бізде осы апта 21-нен басталды, дүйсенбі күні, 21 күні мен ешқандай мүмкіндік көрмедім, және де 21 күні менде ешқандай трейд ашылған жоқ. Енді трейд ашпау ол негізі нормаль болып саналады, мүмкіндік көрмесеңіз трейд ашып керек емес. Келесі бізде дүйсенбіден кейін 22-сі болды. 22 күні менде 2 трейд ашылған, ол күні менде S&P 500 және де алтын бойынша трейд қарастырдым. Так, давайте S&P 500-ге өтіп көрейік. Бұл жерде менде 1%-пен жапқам, take profit-пен, және де осындай нәтиже болды. Енді позицияның өзін қарап көрейік. Қазір бізде мына жерде аргументация, бұл жерде 1 сағаттық реакциядан алынған екен позициядан. Вот. Так, енді не үшін алынды? Давайте более үлкен таймфреймдарға өтіп қарайық. Және де қандай фактор болды? Қосымша фактор ретінде бізде мына жақтан ликвидность шешілгенін көріп тұрмыз. Мына жерде бізде имбалансты инверсия жасаған. Содан кейін 1 сағаттық таймфреймда реакциядан бағадан мен позицияға кірдім, 1%-пен жаптым, дальше демалдым десем болады. Осындай трейд болды. Так, алтын бойынша қарайық, ол бізде тоже 1,5%-ке алынған, take profit-пен жапты, шорт позициясы көрейік. Так, бізде вот қалай орын алған. Так, давайте мынандай позиция болған. Қазір біз жоғары таймфреймнен қарайық. Нефкада бізде бұл былай көрінген екен, то есть бесконечно өскен. Бірақ өскен кезде бізде не болған? Өскеннен кейін бізде жаңа сауда сессиясы ашылып, Азияның максимумын шешеді. Азияның максимумы шешілгеннен кейін менде часовой таймфреймда, так, часовой таймфреймда бағаның ликвидность шешіп, төмен қарай ликвидностьпен жұмысын көремін. Және де ликвидностьпен жұмысты көргеннен кейін менде уже бағаның бағыты, так, бағаның бағыты уже менде шортқа қарай екені көрінеді. Бірақ енді мен до конца шортқа ашқым келген жоқ, мына жақтарға қоюға болушы еді негізі, бірақ мен жақын тұрған имбалансқа позициямды қоя салайын деп шешім қабылдадым. Позицияға кірдім, успешно тейкпен маған жауап берді. То есть фактор, вот аргументация неге кірдім. Бұл жерде менде 15 минуттық order flow, 1 сағаттық fulfill, 15 минуттық obo дейді. Осындай фактор орын алыпты. Бұл кезде бұл күні енді 100% win rate, 2 трейд аштым, екеуі де тейкпен жабылды. Так, келесі трейдті қарайық. Келесі трейд бізде алтын бойынша болған, 23 күні, сәрсенбі күні, және де бұл күні менде 2 трейд ашылыпты. Бұл тоже менде тейкпен жабылды, шорт тоже самый. Бір логикамен дальше сол движениені жалғастыруға ашылған позиция болды. Так, давайте вход көрейік, қандай позиция болған. Бізде мынандай позиция орын алыпты. То есть мына жерде кірдім, баға тейкпен жапты. Тейкпен дегенде мен мына жерде өзім қолмен шығып кеткем, но все-таки тейкқа дейін күтуге болатын еді. Так, часовой таймфреймда бізде баға бұлай көрінеді. То же самое мына жақта болып жатқан ликвидностьпен жұмыстың дальше жалғасуына ашылған позиция. То есть мына жерде Азия ашылып, бізде ликвидность шешеді, төмен құлайды, имбаланспен жұмыс жасайды, потом fulfillдан кейін бірден позицияға алған болатын. Негізі мына жаққа дейін до конца күтуге болатын еді. Так, 4 часовик бізде енді 4 сағаттықта ешқандай информация жоқ, төмен қарай құлап жатыр, бірақ кіші таймфреймда основной фактор 1 сағаттық таймфреймда менде алынған болады. Так, келесі трейд ол менде фунт бойынша болды. Так, ол жерде плюс 1%, а жоқ, даже плюс 1%, 1,4 риск реворд, 0,68 рисковать етіппін, 0,68%. Енді көрейік, қандай трейд болды жалпы. Бұл менде мынандай трейд болған екен, да, то есть 1%, баға Лондон ликвидность шешеді, төмен қарай құлайды, және мына жақта тұрған имбаланстан дальше бағаның құлауына позиция қарастырдым. Так, мынау бізде 1 сағаттық таймфрейм, 1 сағаттық таймфреймда менде фактор, то есть толығымен имбаланс толтырады. Мынау қайтадан сол имбаланс толтырған свечкадан закреплениясыз жабылады. Дальше 1 сағаттық имбаланстың реакциясынан мен позицияға кіргем. Так, 4 сағатты қарайық. 4 сағат бізде мына жерде fulfillдан кейін алынған. То есть фактор 1 төмен қарай шортқа order flow'дың жалғасуына бойынша алынған трейд. Так, келесі 24 күнгі трейд менде ол четверг күні болды. Так, стоп-лосс алыппын. Давайте тоже разбор жасайық. Неге стоп-лосс болды? Енді честно айтсам, мен
четверг күні өзім сәл, қалай айтсам болады, сәл шыдамсыздау, сәл асығыстау, лудамандау күн болды біраз, иә, сондай чувство болды. Және сол күні үшін мен осындай стоп-лосс алып қалдым. То есть позицияға кіргім келді. То есть әрбір адамда болатын эмоция, бүгін позицияға кіріп дальше болайын деген секілді да. И сол эмоцияға ілініп кеттім де, мына жерде мынандай позиция аштым. Негізі позиция тейкқа барған, бірақ мен көп жоғалтып алмайын деген мақсатпен мына жерде жауып тастаған болдым. Full fix by hands деген. Бірақ бағаны көріп отырмыз, дальше келіп мен ұстаған кезде take profitпен жабушы едім да. Енді бұның несін разборын қарастырмай ақ қояйық та. Енді тек қана бір фактор болды менде бұл жерде позицияға кіруге. Ол менде мына жақта бағаның ликвидностьпен жұмысы. Бір ликвидность шешеді, өседі, ликвидность шешеді, дальше өседі. Ликвидность шешеді, и уже мына жерде имбаланстың инверсиясынан кейін мен трейдқа кіремін деп шештім, бірақ до конца ұстаған жоқпын. Да, так до конца ұстасам, тейкпен жабылушы едім. Так, осылай бір стоп-лосс ұстап алған жайымыз бар енді. Так, келесі менде бұл жерде алтын бойынша болды. То же самое. Сол күні екінші трейд ашып жібердім, бірақ ол кезде уже шортқа болды. Так, ол жерде менде 2 риск реворд, да, 2%пен кіргем, плюс 4% пайда алдым. Так, енді қарай қандай фактор ол жерде бізде. Баға мына жақтағы оффты жалғастырып келеді, бірақ мына жақтан ликвидность шешіп, бізде төмен қарай реакция берген кезінде мен бірден шортқа қарай позицияға кіремін деп шештім. Take profitті мына флоуға қойдым. Баға ликвидностьті шешті, потом реакциясын шортқа берді уверенно. Және реакцияны алған соң мен бірден 37 бағасында вот шортқа қарай басып жүрдім, және де позиция менің take profitпен. Негізі мына жерде take profit дегенде мен біраз кейбір жерінде өзім қолмен жабылып жүрдім. Негізі take profit ол 33-14 бағасында болу керек, ал мен 33-22-21 кезінде жаптым. Неге жауып тастадым да? Себебі менде мына жерде фаза аяқталған. Бірінші фазаны жапқан болатын бір аккаунтымда. Және содан кейін сол фазамен бірге, екеуін бірге, в общем, жаба салайын деп шештім. Себебі мына аккаунт бізде минуста тұрған бағанаға, вот қарасақ, мына стоп-лоссты осы аккаунтта алған болатын, жаңағы про деген. И сол аккаунттағы минусты шығарып аламын деп, в общем, сол минусты шығарып, шүкір тәуба деп, сол жерде жауып тастаған болады. Так, енді давайте жоғары таймфреймнен фактор. Бізде жоғары таймфреймда не көрінді? Так, 4 сағат көтейік, мына жерде информация қатты көрінбейді. Бізде жоғары таймфреймдағы фактор. Так, часовиктен қарайық. Азия ашылады, ашылған кезде бізде мына имбаланс толығымен толтырып төмен қарай құлайды. Құлағаннан кейін мына жерде тоже қарайық, имбаланс тұр, бірақ бұл имбаланстан баға көбінесе телосымен закрепление бермейді. Ал мен үшін көп жағдайда егер баға имбаланстан телосымен закрепление бермесе, ол имбаланстан реакция слабый деген сөз. То есть имбалансты кесіп өте алған жоқ, и в скором времени төмен қарай құлайды деген ақпаратты білдіреді. Және баға не істеді? Баға келді, успешно тейкпен позициямды жауып берді. Так, 4 сағаттықта қатты көп информация көрінбейді, иә. Бір күндікте то же самое информация қатты көрінбейді. Негізгі информация 15 минут 1 сағатта алынған болды. Так, келесі фунт бойынша қарайық. Так, фунт бойынша ол менде безубытокпен жабылған трейд, шортқа ашылған. Мына жерде ликвидность шешеді, шешкен соң бірден кірем позицияға. Бірақ, в общем, чуть-чуть стоп-лосспен алып кете жаздайды, бірақ мен мына жерде өзім қолмен жауып тастаған болатын. Енді жоғары таймфреймнен факторларды қарайық. Жоғары таймфреймда менде фактор ол мына жердегі order flow-ның дальше жалғасып, мына араға құлауы болатын, бірақ баға ондай движение маған берген жоқ. Сондықтан мен бұл жерде енді үстінде жаңағы бірінші скринда жақта екеуі equal highs қалдырғаннан кейін маған баратын 100% уверенный болдым, және де мына жерге безубытокқа келген соң қолмен жаба салдым. Так, осындай трейд болды. Так, 4 сағаттан қарайық. 4 сағаттан қатты информация көрінбейді. Основной информация ол бізде 1 сағаттық таймфреймнен алынған болады. То есть бұл жерде безубытокпен жаптым, минимальный профитпен. И осындай трейд болды. Так, мынау бізде не? Так, мынау менде басқа аккаунтта ашылған трейд, кажется, иә. Бұл менде мынандай трейд болған. Алтын бойынша өте көп трейд ашыппын осы күні, 3 трейд бірақ ашып жібергем. Так, баға ликвидность мына жақтан шешкен соң кірген болатынмын, бірақ баға мені
стоп лосспен жауып жіберді. А так негізі ресвип болмаған жағдайда мен тейк профитпен жабылатын. Ничего страшного, сондықтан бір емес, енді осындай ситуацияға көп түспес үшін бір емес бірнеше аккаунтта сауда жасауға кеңес беремін. Так, мынау бізде не? Мынау бізде жаңағы мына аккаунтта ашылған трейд, то есть осыны тоже журналға жазбасаң, то аккаунттардың балансында бұлай көрінбейді екен. То есть қанша балансында жатқанын сразу журналға жазған кезде білуге болады осы журнал арқылы. Эмоцияға толы күн болды, и тейк болды, стоп болды, безбутик болды, в общем, жақсы опыт болды десем болады. Келесі күні, келесі күні 25 күні мен 3 трейд аштым. Бұл күні бәрі тейк, бәрі пайдамен жабылған, өте четкий десем болады. Так, енді қарайық. Бұл жерде менде тейкпен жабылған, шортқа ашылған. Так, бұл жерде 0.9 риск реворд алыныпты. Енді позицияға кіру факторда қарайық. 15 минутта мен алған позицияны, вот неге кірдім, өзімнің стратегиям бойынша кіру ережелерім бар, сол ереже бойынша кірдім. Енді қарайық та, мына жерде бізде баға имбалансты фулфил жасайды, фулфилдан кейін реакциясын береді шортқа қарай. Сол реакциядан кейін мен позицияға кіремін деп шештім. Так, негізгі таргет менде ол бағана көрсеткен кажется нью-йоркский минимумда осы минимумға қойғам, бірақ до конца отырған жоқпын. Неге? Себебі маған вот мына жерде бағаның реакциясы маңызды. То есть мына жерде келеді, егер закрепление берген жағдайда мен дальше отырушы едім да, ал закрепление берген жоқ, уверенный лонговый свечка жасап берді. Сондықтан бұл жерде мен отырмаймын деп шештім. Вот жалпы солай. Бірақ мен қараяқта 182-де кірдім, 75 бағасында уже шығып кеттім. И өзімнің пайдамды 1%-ді хотя бы дегенде алып үлгердім. Егер мен дальше смело деп отыра берсем, просто қарамай да, то стоп-лосспен кетуші едім. Вот жалпы осындай болды. Сондықтан енді маңызды нәрсе свечаның қалай өзін көрсетеді, соны тоже қараған дұрыс негізі. Енді соны мен ұстанамын. Так, потом менде мынандай трейд болды. S&P 500 бойынша бұл жерде четко берілген, ровно позиция берді, ровно шығылды да. Қарайық енді менде премаркетта мен мына жақтан төмен осы ликвидность алып жоғары қарай көтеріледі дегем, және осыны тостым. Тосқаннан кейін маған менің входымды берді. Вход берген соң мен кірдім, бірақ до конца ұстағым келген жоқ. Неге? Өйткені жұма күні болды, және де ертеңгі күні суббота болғандықтан ешқандай трейд жасалынбайды, және де трейдім дүйсенбі күніне дейін қалып қоятын еді. Сондықтан мен ертерек шығып кеттім. Ал комьюнитиде отырған оқушылар осы трейдті до конца ұстаған болатын. То есть лонгқа өсіп жатыр, не үшін лонгқа өсіп жатқан нәрсені шортқа қарай ашу керек бізде. То есть дальше кетті, и все успешно таргетқа барып жетті. Мен өзім просто шығып кетемін деп осындай шешім қабылдадым өзіме. Так, мынау то же самое. Так, мынау бізде S&P дейді, мынау бізде NASDAQ. NASDAQ бойынша ашылған трейд тоже 0.4% пайдамен жабылды. Бұл жерде де мен ертерек шығып кеттім, және так, то есть пайдамен жабылған, әдемі S&P мен корреляция болғандықтан осы трейдті тоже алып жібердім. Так, қарайық, факторлар тоже бірдей S&P мен, просто S&P өскен соң дальше осыны неге? Енді постоянно екеуін бірге алып жүремін. Так, мына жерде ойымды жазып қойғам, мындай-ақ маңызды, мен қолыммен жауып тастадым. То есть қолмен жауып тастаған трейд, екеуінде до конца ұстасам больше пайда алушы едім, бірақ бұл жағдайда до конца ұстамадым, и бір риск реворд почти жоғалтып алдым десем болады до конца ұстамаған үшін. А так, андай нәрсе сақтап ақша жоғалтпаймын деп ақшамнан айырылып қалдым. То есть жаңағыдай мен бұл трейдті ақша жоғалтқым келмеген, ешқандай позицияға, то есть чисто без стоп-лосса деген секілді қарастырғым келеді бұл аккаунтты да, но енді ақша жоғалтпаймын деп бір риск ревордынан айырылып қалдым. То есть жадность болды, баға құлап кететіндей болғандықтан осындай нәрсе орын алды. Сондықтан трейдқа кірген кезде ақша жоғалту сіздерде қалай айтсам болады, нормальный нәрсе ретінде есептеңіздер, және де минуссыз сіздер никак плюс жасай алмайсыздар. Сондықтан минус ол нормально, стоп-лосс алу нормально, да, стоп-лоссқа түсу. Главное, сіз 10 позиция ашсаңыз, оның 5-еуі тейк, 5-еуі стоп болса, бірақ сіз плюста болсаңыз, сіз
плюста сіз және де сіздің системаңыз жұмыс жасайды деген сөз. Сондықтан трейдтің то есть санына емес, тейкпен жабылған позицияға емес, сіз соңында плюспен шықтыңыз ба, соған мән беруіңіз қажет. Егер сіз мысалы 10 трейд ашып, мысалы оның допустим 8 трейд бірақ екеуі минус болып, бірақ сіз минуста болсаңыз, то ол жерде сіздің системаңыз жұмыс жасамайды деген сөз. Сондықтан сауда системаңызды жасаңыздар. Так, енді осындай апта болды. Өткен аптадан қарағанда жақсы апта. Өткен аптаның разборы менде каналда тұр. Мындай апта болған, минустар сәл көбірек болды осы аптадан қарағанда да. И оның алдындағы аптада то же самый күн болған негізі. Вот. Енді жақсы апта болды. Мен бірінші фазаны аяқтадым бір аккаунтымда. Екінші фазаны өтіп жатырмын да, и оқушым фандед аккаунт алды. В общем, жақсы апта болды. Енді келесі аптаға барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бұл видео сізге пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы болса комментарий қалдырып, лайк қойып, достарыңызбен бөлісіңіздер.